пришли. Мушкелин Красана. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, сизди жана казак делегациясын расмий сапар менен Бишкекте тосуп алуу мен үчүн чоң кубаныч. Биринчиден, урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, чакырууну кабыл алып, расмий сапар менен келгениңизге чын дилимден ыраазычылык билдиремин. Быйыл биз мамлекеттерибиздин ортосунда дипломатиялык мамилелердин орун алышынын 30 жылдыгын белгилеп жатабыз. Ушул тарыхый жактан кыска мөөнөт болсо да, мааниси жана мазмуну жагынан эбегейсиз болгон орду чоң кызматташтыгыбыз менен сизди жана бир тууган казак элин куттуктаймын. Казакстан Республикасы менен кызматташууну бекемдөө жеке өзүмдүн ыйык милдетим деп эсептеймин. Бүгүнкү күндө биздин өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай аймактык талаштар жана саясий карама каршылыктар жок. Өз ара түшүнүүгө жана колдоого негизделген ар тараптуу кызматташуубуз күндөн күнгө тереңдеп жатат десек жаңылышпайбыз. Албетте түрдүү тармактарда ар кыл маселелер чыгып, аларды ар кандай деңгээлде талкуулап, биргелешип чечип жатабыз. Бул биздин бир туугандык парызыбыз, кошуналык милдетибиз. Бүгүнкү биздин жолугушуубуз эки тараптуу мамилелерибиздин абалын жыйынтыктоо үчүн гана эмес, кызматташуунун мындан аркы жолун жана келечегин аныктоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзөт деп ишеним артамын. Бизди ыстык ыкыласпен каршы алгандарыңыз үчүн ризачылыгымды билдирем. Мен сиздин чакырууңузду зор ризачылыкпен кабылдадым. Бул сапардын мәни ерекше. Осы маңызды сапар елдеріміздің арасындағы ынтымақтастықтың дамуына, одан әрі дамуына зор серпін беретіні сөзсіз. Соның арқасында стратегиялық серіктестігіміз де нығая түспек. Қырғызстан біз үшін Құдай қосқан көршіміз, ең жақын одақтасымыз. Шын мәнінде біз ауылдарымыз аралас, қойларымыз, малдарымыз қоралас жатқан бауырлас халықтарымыз. Сондықтан біз қашанда бір-бірімізге тілектеспіз. Шын мәнінде елдеріміз өте жақын. Қырғыз халқы, Қазақстан халқы үшін ең жақын ел деп күмәнсіз айтуға болады. Бұл көне заманнан келе жатқан игі дәстүр. Тіліміз бір, діліміз бір, көзқарасымыз бір, болмысымыз өте ұқсас. Биыл міне дипломатиялық қатынас орнатқанымызға 30 жыл толып отыр. Осы уақытта ынтымағымыз барынша кеңейді, достығымыз нығая түсті. Біз барлық деңгейде өзара сенімге негізделген саяси диалог орнаттық. Мемлекет аралық, парламент аралық және үкімет аралық кеңестеріміз бар. Сондай-ақ сыртқы істер министрліктеріміз ойдағыдай жұмыс атқарып жатыр. Қазақстан тек Қырғыз елмен ғана осындай тығыз байланыс орнатқан, сондықтан бұл екі елге ортақ жетістік екенін айтқым келеді.